2019 жылы Қазақстан дүниежүзілік банк жыл сайын жариялайтын Doing Business рейтингісінде 25 орынға ие болды. Біздің республикамыз Ресей, Беларусь, Жапония, Исландия және Испания сияқты елдерді басып озды. Айта кетейін, рейтинг бизнес жүргізуге арналған қолайлы жағдайды ескере отырып жасалады. Мұндай жоғары көрсеткішке жетуге үкіметтің заңнаманы реформалау, бизнесті құру үдерісін оңайлату, қадағалау қызметін оңтайландыру жөніндегі жұмысы мүмкіндік берді. Бизнес ортаны дамытудағы маңызды фактор кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың болуы. Бүгінгі сабақ осы тақырыптың төңірегінде өтеді. Бизнесті қолдаудың ең тиімді бағдарламаларының бірі бизнестің жол картасы 2020 болды. Осы бағдарламаның іске асырылуының арқасында 2010 жылдан бастап Қазақстанда 94 мыңнан астам жұмыс орны құрылды. Елдің жалпы ішкі өнімі бойынша шағын және орта бизнестің үлесі өсті. Кәсіпкерлер шығаратын өнім көлемі 10 триллион теңгеге өсті. 300 мыңнан астам жаңа кәсіпкерлер пайда болды. 2019 жылы бағдарламаны тағы 5 жылға ұзарту туралы шешім қабылданды және үкімет бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасын әзірледі. Алдағы 5 жылға аталған бағдарламаны жүзеге асыру үшін 421 миллиард теңге көлемінде қаражат қарастырылған. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында кәсіпкерлер банктік несиелер бойынша субсидиялау және кепілдік беру, жаңа бизнес идеяларға гранттар алу, инфрақұрылым тарту, сондай-ақ оқыту, шетелде тағылымдамадан өту, сервистік қолдау және мамандандырылған консалтинг түрінде қолдау құралдарының кең таңдауын алу мүмкіндігіне ие болды. Бизнестің жол картасы 2025 бұл жаңа, жетілдірілген бағдарлама. Біріншіден, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған бағдарлама бойынша несие сомасы 20-дан 60 миллион теңгеге дейін артады. Бұл ретте қарыздарды кепілдендіру құралы несие сомасынан 85%-ға дейін сақталады. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін субсидиялауға жататын несиелер көлемі 180 миллион теңгеге дейін, ал кепілдік беру 360 миллион теңгеге дейін артады. Ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлер 5 миллион теңге көлеміндегі грантқа үміткер бола алады. Гранттар экономиканың басым секторларында және өңдеуші өнеркәсіп салаларында жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін өтеусіз және қайтарымсыз негізде беріледі. Екіншіден, кәсіпкерлер үшін қаржыландыруға қол жеткізу кеңеюде. Мемлекет микроқаржы ұйымдары беретін несиелерді субсидиялайды және кепілдендіреді. Үшіншіден, бағдарламаға қатысушыларға міндетті талап қойылады. Халықты жұмыспен қамтудың өсуін және салықтардың мемлекеттік бюджетке түсуін қамтамасыз ету. Төртіншіден, кәсіпкерлерді барлық кезеңдерде сүйемелдеу күшейтіледі. Бұл оқыту, несие алу және қолдау үшін құжаттарды дайындауға жәрдемдесу, өткізу тізбегін жолға қою. Осы бағыт бойынша өткендегі бағдарламадағыдай Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының басты рөлді атқаруы жалғасын табатын болады. Маңызды жаңашылдық. Бұдан былай өз бизнесін қазақстандық немесе шетелдік франчайзингті қолдана бастаған кәсіпкерлерге банктік несие түрінде қолдау көрсетіледі. Бизнестің жол картасы 2025 жаңа бағдарламасын Бәйтерек холдингінің еншілес компаниясы Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы жалғастырады. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мақсатында мемлекет 2017 жылдан 2021 жылға дейін жұмыс істейтін еңбек бағдарламасын жүзеге асыруда. Бағдарламаның екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Бағдарламаға қатысушылар жұмыссыз және жеке кәсіп ашуға шешім қабылдаған халықтың жұмыспен қамтылған топтары болуы мүмкін. Еңбек бағдарламасы аясында қатысушылар Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жүзеге асыратын бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерінде оқытылады. Сертификатты алғаннан кейін ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер несиелік серіктестіктерден, микроқаржы ұйымдарынан, екінші деңгейдегі банктерден және ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан жеңілдетілген несие ала алады. Еңбек бағдарламасы бойынша қарыз мерзімі 5 жылға дейін. Мал шаруашылығы және кооператив құру саласындағы жобалар үшін 7 жылға дейін.
Ауылдық елді мекендерде несие сомасы 2,5 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Якорлы кооперация жобалары үшін 8 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Моноқалаларда несие сомасы 6,5 мың айлық есептік көрсеткіште. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау және Атырау қалаларында 8 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Несие бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6%. Речь идет о ставке 6%. По сути, это на уровне инфляции, и фактически для фермера это представляет очень выгодный интерес. При этом срок кредита достигает 7 лет и позволяет начинающему фермеру получить необходимую базу для того, чтобы создать свое небольшое фермерское хозяйство, семейный бизнес и обеспечить занятостью своих работников. При этом по таким программам предоставляется довольно-таки хороший льготный период до трети срока займа, в среднем это где-то около 2 лет. И, соответственно, фермеры получают возможность сначала закупить скот, допустим, либо оборудование, в зависимости от того, каким видом сельского хозяйства они могут заняться. И выйдя на определенный оборот, получив прибыль, уже потом расплачиваться по кредиту. Еңбек бағдарламасында қарыздарды кепілдендіру сияқты бизнесті қолдау құралы қарастырылған. Жаңа бастаған кәсіпкерлер кепіл жетіспеген жағдайда даму қорының немесе ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының қарыз сомасынан 85%-ға дейінгі мөлшерде кепілдендіре алады. Мысалы, сіз 3 миллион теңге көлемінде несие алсаңыз, онда сізге 450 мың теңгеге кепіл табу жеткілікті. Қалған сома кепілдіктермен жабылады. Бастау бизнес жобасы бойынша оқудан өткен еңбек бағдарламасының қатысушылары 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақысыз және қайтарымсыз грант алуға өтініш бере алады. Гранттар жаңа бастаған кәсіпкердің бизнесін дамытуға қолданылады. Қазақстанда бизнесті қолдаудың тағы бір бағдарламасы – қарапайым заттардың экономикасы. Бизнесті дамытуға несиелер ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, өндіріс және қызмет көрсету бағыттарының басымдықты салаларында өнім өндіретін кәсіпкерлер ала алады. Қаржыландырылатын тауарлар мен қызметтердің тізімі 800-ден асады. Сыйақының номиналды мөлшерлемесі жылдық 15%-ды құрайды, алайда 10%-ы субсидияланады және қарыз алушы үшін соңғы мөлшерлеме тек 5%-ды құрайды. Несие беру мерзімі 7 жылға дейін. Несие сомасы 1 миллион теңгеден басталады. Кәсіпкерлер үшін 2 жылға дейінгі жеңілдік кезеңі қарастырылған. Қазіргі уақытта жаңадан бастап жүрген қазақстандық кәсіпкерге өз бизнесін бастау үшін қолдау алудың көптеген нұсқалары бар. Мемлекеттік бағдарламалар, төмендетілген пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау, қарыздарды кепілдендіру, несие бойынша жеңілдікті кезеңдер мен гранттар сияқты қолдаудың түрлі құралдарын ұсынады. Бизнесмендерге өз бизнес идеяларын анықтап, бизнес жоспар құрып, қажетті ұйымға жүгіну ғана қалады. Өңірлердегі Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы филиалдарының есіктері өз ісін бастағысы келетіндер үшін әрқашан ашық болмақ. Өз кезегінде кәсіпкер кеңес алып, толық ақпаратпен қамтамасыз етіледі. Бүгінше айтарымыз осы. Келесі сабақта көріскенше.